Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Альбина. Бүгін сіздермен бірге осында буға пісетін булочканың рецебімен бөлісетін боламын. Бұл булочканы әрбір ыстық тамаққа беруге болады. Алдымен барлық ингредиенттерін дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн керек, сұйық май керек, дрожжи керек, қант керек және де жылы су керек. Бұл қамырымыздың апарасы болады. Яғни ең бірінші жылы суымызды, дрожжи, қант, сұйық май, ұнымызды барлығын бірге салып аламыз да, шанышқының көмегімен ұнымыз біркелкі болғанша жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстінен пакетикті жауып, оның үстінен қақпақты жауып 15-20 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Міне осылай арасы көпіршіктер пайда болады. Дайын болғаннан кейін енді қамырымызды илейтін боламыз. Дайын болған апараға шым-шым тұз, шым-шым разрыхлитель және шым-шым сода қосамыз. Одан кейін барып үстінен ұнды қосамыз. Және де қамыр илейтін боламыз жақсылап тұрып. Және де қамырыңыз тым қатты болмау керек, және тым жұмсақ болмау керек. Егер тым қатты болып кетсе, онда ол буға піскенде көтерілмей тығыз болуы мүмкін. Ал егер тым жұмсақ болып кетсе, онда керісінше көтерілген қамырыңыз оны будан алғанда түсіп кетуі мүмкін. Сол себепті қолға жабыспайтын сондай жақсы осындай қамыр илейтін боламыз. Одан кейін ыдысымызға салып, үстінен пакетигімізді жауып, үстінен қақпағымызды жауып, 1-2 сағатқа қойып қоясыздар көтерілгенше. Қамырыңыз тез көтерілуі мүмкін, қарап отырасыздар. Міне менде кішкене осылай көтерілді, 1-2 есе көтерілді. Одан кейін енді қазір жақсылап булочкаларды істейтін боламыз. Ол үшін тегіс жерге ұн сеуіп, қамырымызды қолымызбен осылай көмегімен бір рет басып аламыз. Одан кейін келесі кезекте оны оқтаумен жаятын боламыз. Егер қамырыңызды қалың қылдырып жаятын болсаңыздар, сәйкесінше булочкаларыңыз үлкен, сондай пышный, сондай болады. Ал егер қамырыңызды жұқа қылдырып жаятын болсаңыздар, онда жаңағыдай булочкаларыңыз орташа немесе кіші жаңағыдай өлшемде болады. Қандай қаласаңыз, солай қылып илеуге болады. Осылай 4 бұрышты қылып жайып алдым. Оның үстінен осындай ерітілген сары май немесе сұйық май жабуға болады. Одан кейін осылай 2 рет, 2 жағын ортаға қарай бүреміз. Қамырыңызды жаятын кезде астына көбіректе ұн салған жақсы. Мына жерде менде ұны азырақ болып кетті, сол себепті жабысып қала берді. Осылай ұзын қылдырып жайып аламыз. Одан кейін енді пышақтың көмегімен осындай бөліктерге кесіп шығамыз. Екі кескен қамырымызды бір-бірінің үстіне қойып, осындай таяқшаның көмегімен үстінен басамыз. Және осы таяқшаның көмегімен ракушка сияқты етіп істеуге болады осылай. Астыңғы жағын кішкене қатты басып жіберсеңіздер болады, себебі буға піскенде ашылып кетуі мүмкін.
Барлық булочкамызды дайындап алғаннан кейін онда мантоварканың ыдысына салып 10-15 минут көтерілгенше бетін жауып қоямыз. Осылай көтерілгеннен кейін қайнап тұрған суымызға мантоварканың үстіне салып 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне бізде булочкаларымыз дайын болды. Енді ыстық тамаққа осындай әдемілеп безендіріп салып беруге болады. Ортасына әртүрлі тағам салуға болады. Сорпасы болса тіпті жақсы. Осы рецептпен үйде күнделікті ыстық тамаққа жасап жеуге болады. Кәдімгі нанға қарағанда өте тойымды болып келеді. Және үстінен әртүрлі шөп шаламмен безендіруге болады. Мен укроп сеуіп қойдым. Енді сіздерге ішін көрсетейін. Міне іші осындай көтерілген, өте пышный болып тұрады. Астарыңыз дәмді болсын.